Бекжан математикадан үй тапсырмасын орындаймын деп ұйықтап кетіп, тәтті түс көрді. Түсінде қолына жарық әлемге сәулесін шашып тұрған, ғажайыпқа тап болып, математика кітабын көрді. Жарықты ұстай бергенде шатасқан сандар еліне тап болады. Сол кезде алдынан сана ханшайымы шығып: «Қош келдің, Бекжан. Бізге сенің көмегің қажет. Бөлгіштер мен еселіктер елінде шатасу болды». Қандай шатасу? 12 өзін 3 кейде, 4 кейде бөле алады, ал 7 тек 1 мен 7-ге ғана бөлінеді. Біз бозандықты ұмытып барамыз. Бөлгіш дегеніміз берілген санды қалдықсыз бөлетін сан. Солай ма? Дәл таптың. Мысалы 12-нің бөлгіштері 1, 2, 3, 4, 6 және 12. Бізде де мәселе бар. Балалар 5-тің еселіктерін шатастырып жатыр. Кейбірі 7-ні де еселік деп ойлайды. Еселіктер берілген санды көбейтуден шығатын сандар. 5-тің еселіктері 5, 10, 15, 20, 25. Бекжан, сен керемет түсіндірдің. Ал балалар үйренгендерін есте сақтау үшін бір тапсырма қалдыр. Міне тапсырма. 18 санына бөлінетін 3 санды тап. 7-нің алғашқы 5 еселігін ата. Қай сандар әрі 3-ке, әрі 4-ке бөлінеді? Бекжан оянады да дәптеріне былай деп жазады: бөлгіштер бөлінетіндер, еселіктер көбейтілгендер.